Аруна, саған не болған? Сен мысық болып кеттің ба? Аруна, сәлем. Не істеп отырсың? Мен кітап оқып отырмын, маған мысық болғың келіп тұр. Қандай кітап? Кән көрейікші. Итбас деген кітап екен. Бұл саған кім ұнайды бұл жерде? Пити. Пити, ол кім, мысық па? Иә, мысық. Сала аласың ба суретін? Иә, салалар, салып Көрсетші. Кітапты астына қойып алсай, сол кезде қисық болмайды. Достар, қалай сіздерге ұнап жатыр ма? Аруна күшті салатын сияқты, иә, суретті? Вау! Біз осы итбас Кітабын оқып, итбасты және Пити деген осы мысықты салуды үйрендік. Қандай керемет. Мынау құйрығы, иә? құйрығы. Қазір міне аяқтарын салып жатыр, қолдары. Ұқсап кеткен сияқты, иә? Тура ұқсайды. Алмайды. Шаршадың ба? Ұйықтап аласың ба? Ал, ұйықтай бер. Істеп мысық болса... Аруна, саған не болған? Сен мысық болып кеттің ба? Сөйлеші, бірдеңе деші. Ей, сенің атың кім? Мысық болып кеттің ба, не сен? Енді не істейміз? Сен мынау Пити сияқты мысық болып кеттің ба? Енді қалай сені қайтадан Аруна қыламыз? Қарның ашты ма? Не жейсің ал? Мысықтар не жейді? Сүт ішеді ма? Қазір мен саған сүт әкеп берем. Мен, достар, әлі сене алмай жатырмын Арунаның мысыққа айналып кеткеніне. Енді не істейміз оны? Қалай кәні? Сүт іше ма шынымен? Шынымен мысықтар сияқты сүт ішіп жатыр ғой. Не істейміз енді, достар? Қалай қайтадан оны Арунаға айналдырамыз біз? Ойбай. Тексеріп көрейік онда. Мынандай мен ойнаймын екен, менде мынандай ойыншық бар. Ойбай. Мен саған мені дос таптым. Мынандай мысық. Ойнайсың ба осымен? Ернұр, келші, Ернұр. Ернұр, келші, көмектеші. Достар! Ернұр да итбас болып кетіпті. Мансур да. Не істейміз енді? Тез, достар, осы видеоға 1000 лайк басыңыздар. Сол кезде олар қайтадан адамға айналады. Көмектеріңіз керек, достар. Достар, міне олар ұйықтап қалды. Тез 1000 лайк жинайық, қане? Тез 1000 лайк жинайық. Сол кезде олар кәдімгі адам болады. Біз 1000 лайк жинадық, және сендер міне қайтадан олар адам болды. Аруна? Аруна қайтадан кәдімгі адам болды. Рахмет, достар, лайк басқандарыңызға. Не істейміз? Видеомыз біткенше комментарий жазсаңыз. Және подписаться. И колокольчик. Ұмытпаймыз. Пока. Сау болыңдар. Достар, сіздер білесіздер ме, жануарға ұқсағысы келетін адамдарды квадроберлер деп атаймыз. Бұл өте жаман қасиет. Біз жануарларды жақсы көруіміз керек, бірақ оларға ұқсауға тырыспауымыз керек. Сондықтан мұндай нәрседен аулақ болыңыздар. Сау болыңдар.